Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жалпы мен Земля Ян белгісіндегі адамдарға арналған прогнозымды ұсынамын. Земля Ян сіздерге ақшаның және әйел адамның энергиясы келіп тұр. Алдарыңызға көптеген мақсаттар, міндеттер қойып, соны орындауға тырысасыздар. Ал ол арман мақсаттарыңыз міндетті түрде орындалатын болады. Жалпы өмірлеріңізге, жұмыстарыңызға жаңа подход табасыздар, іздейсіздер. Көптен кейінге қалдырып жүрген жұмыстарыңызды аяқтайсыздар. Земля Ян және Водолей екеуі слияние болғандықтан жаңа мүмкіндіктерді алып келеді. Ол мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Жұмыстарыңызда өте сәтті болады, өсу, повышение болады. Өте көп ақша жаратасыздар. Ер адамдарға вода әйел адамның элементі болғандықтан әйел адаммен танысу болады. Егер екінші жартыңызды іздеп жүрсеңіз, осы айда танысуларыңыз ықтимал. Ал әйел адамдарға ақшаның элементі келіп тұр. Әйел адамдар көп ақшалы боласыздар. Кейбір жаңалықтарға байланысты аяқ қолдарыңыз байлаулы болады. Кейбір адамдар сіздерді пайдаланғысы келеді. Келеңсіз оқиғаның құрбаны боласыз. Мысал алатын болсақ, үйіңізді, жеріңізді, дачаңызды сатып, кейін бір-екі айдан кейін бұл үйдің, жердің бағасы өсіп, соған өкінулеріңіз ықтимал. Жалпы көп қобалжисыз, көп өкінетін жағдай шығып тұр. Жалпы ай өте жақсы, бірақ алданып қалмауға кеңес беремін. Сосын жолдасыңызға қатысты шешім қабылдап, соған да өкінулеріңіз ықтимал. Жаңа махаббатыңызды кездестіресіз. Жалпы бірнеше адам болып жолға шығасыздар. Спортпен көбірек айналысыңыз, сол кезде ешқандай конфликт болмайды. Ешкіммен ұрыспайсыз. Өмірге деген көзқарасыңызды өзгертсеңіз, ол өте жақсы болады. Жалпы менің айтарым осы. Сау, саламатта болыңыздар.